нравится свет. Оқиға басталғанда жерге құлаған метеоритті көреміз. Мыңдаған жыл бұрын нақтырақ айтқанда, Шотландия жерінде оның ішінен бөтен ғаламшарлық жаратылысқа ұқсайтын бірдеңе шығады. Ең таңғаларлығы ол соқтығысудан кейін де тірі қалды. Жабысқақ әрі қорқынышты бұл тіршілік иесі жалдың ыстығында жер бетінде дами бастайды. Кеше түнде пайда болған әлі құбыжық тастарды жеп өзіне баспана іздейді. Жүздеген жылдар өткен соң палеолит дәуірінде адамдар өмір сүре бастайды. Олар тірі қалудың алғашқы жолдарын үйреніп жатқан еді. Бірақ отбасы тамақтарының дайын болуын күтіп отырған кезде кенет қараңғы үңгірдің ішінен дыбыстар естіледі. Суықтан тығылып отырған адамдардың көсемі батылдықпен орнынан тұрып не болып жатқанын көру үшін ішке кіреді. Бірақ аяқ астынан ауған әлгі тіршілік иесі шабуыл жасайды. Бастапқыда көрінген мақұлық енді әлдеқайда дамып, өлімге әкелетін құбыжыққа айналған еді. Денесінен тікенектер шығып, аштығы ешқашан басылмайтын. Соның салдарынан бүкіл отбасы қаза табады. Осыдан кейін оқиға тағы да біраз жылдарға жылжиды. Біз орманда жүрген журналист әрі шытырманды зерттеушіні көреміз. Ол жануарларды суретке түсіріп жүргенде алдынан бір үңгірдің кіреберісін байқайды. Қызығушылықпен ішке кіріп жаңа дүниелерді жазып алмақ болады. Үңгір қабырғаларында салынған суреттерді, сондай-ақ жабысқақ заттарды көреді. Қабырғалары мен төбеде бір нәрсе ембетеп өткен іздер қалған еді. Үңгір қараңғы туннельдер мен өткелдерге толы болатын. Бірақ ол әрі қарай бармай үйіне қайтады. Келесі күні ол күнделікте салынған жолмен қайтадан сол жерге барады. Үңгір ішінде адамның сүйектерін тауып қорқа бастайды. Айналада шашылып жатқан адам қалдықтарын көреді. Сол сәтте тастар арасынан бір нәрсенің ембетеп келе жатқан дыбысы естіледі. Ол жақсырақ көру үшін жарық түсіргенде әлі де тірі әрі өсіп жатқан құбыжықты көреді. Ол адамның денесімен қоректеніп жүрген еді. Бірнеше күннен кейін зерттеуші жоғалып кеткен соң детективтер үңгірге келеді. Бірақ олар тек кепкен қан іздерімен ер адамның кейбір заттарын ғана табады. Арада тағы бір жыл өткенде Оливия есімді әйелдің дауысын естиміз. Жоғалып кеткен адам оның атасы екені белгілі болады. Оның жоғалуы бүкіл отбасыға ауыр соққы болған. Әсіресе анасына қатты әсер етті. Енді Оливия есейіп күнделіктерден жауап іздей бастайды. Анасы жоғалып кетпес бұрын қалдырған жазбаларында әкесінің ізімен кеткенін және белгісіз дүниені іздеуге аттанғанын айтады. Ол осы аймақтағы үңгірлерде бір түрлі нәрсе бар деп күдіктенген, бірақ артында тек дәптерлер қалған еді. Оливияның құрбысы Аннабель оның отбасының жоғалуы туралы шындықты іздеп жүргенін көріп, достарын көмекке шақыруды ұсынады. Бастапқыда Оливия күмәндағанымен кейін бәрін шақырды. Олар бұл аймақты зерттеген болатын және оларға көмектесе алатын бір зерттеуші профессор туралы да білген еді. Оливия, Эйтон, Нейл және Робин үңгірлер орналасқан аймаққа аттанады. Аңыз бойынша ол жерде сүйек сақшысы деп аталатын жабайы мақұлық өмір сүреді екен. Жолда олар көлік тоқтатып өздерінше Эшли есімді қызды қосып алады. Ол интернетте танымал блогер болатын. Әртүрлі жерлерді аралап қызықты контент түсіретін. Ол бастапқыда елестер мекендейді делінетін қамалды зерттеп жүрген. Бірақ Оливияның сапары жайлы естіген соң олармен бірге баруды шешеді. Оливия бұл сапардың мақсаты ата-анасының жоғалуын түсіну екенін айтады. Бұл Эшлидің қызығушылығын арттырады. Біраз уақыттан кейін олар алғашқы аялдамаға жетеді. Жабдықтарын, рюкзактарын және азықтарын алып, шытырман іздеушілерге арналған лагерь жанындағы ауылдағы үйшікке барады. Эшли контент үшін суретке түсіріп жүргенде Оливия анасын еске алады. Ол анасының балалар әнін айтып тұрған дауысын тыңдайды. Аннабель оны жұбатып, сәл болса да көңілін көтереді. Біраздан соң бәрі жабдықтарын дайындай бастайды. Эйтон өзін батыл көрсетіп, орманда не үңгірлерде ешқандай құбыжық жоқ екенін айтады. Достары жергілікті барға барып ақпарат іздеуді ұсынады. Олар профессор Харрисон туралы білгісі келеді. Барға кіргенде жергілікті тұрғындардың оларға күдікпен қарап отырғанын байқайды. Нейл мен Робин қабырғадағы газет қиындыларын көреді. Онда осы аймақта із-түзсіз жоғалған адамдар туралы жазылған еді. Бұл оларды алаңдата бастайды. Бар иесі Мэри есімді әйел олардың не үшін келгенін сұрайды. Олар профессор Харрисонды іздеп жүргендерін айтады. Мэри профессордың мұндай ақымақ іске көмектеспейтінін ескертеді. Бірақ Эйтон ақпарат сұрауын тоқтатпайды. Сол кезде Раскин атты ер адам араласып, оларды мазаламауын айтады. Мэри болса мәселе жоқ екенін айтып, бірақ үңгірлерден аулақ жүруді ескертеді. Оның айтуынша, ол жер сүйектерді өзіне сақтап қояды. Эйтон мұның бәрін аңыз деп күліп қабылдайды. Бірақ Раскин оның ақымақтығына ашуланып, бұл олардың осы жердегі соңғы сусыны болатынын айтады. Алайда Раскин Оливияның оқиғасын білетіндіктен, оларға көмектесуге келіседі де профессордың қайда тұратынын көрсетеді. Бірнеше минуттан кейін топ профессордың үйіне жетеді. Есікті қағып шақырғанда қолында қаруы
қаруы бар Харрисон шығады. Ол көмектесе алмайтынын айтып кетулерін сұрайды. Бірақ Оливия өзінің тегін айтқанда, профессор оның атасын есін түсіреді де оларды ішке кіргізуге келіседі. Үстел басында отырған кезде профессор олардың себептері қандай болса да үңгірлерге бармау керегін айтады. Оның сөзінше ол жерге кіргеннің ешқайсысы қайтып шықпаған. Ол өз теориялары бар екенін айтып, үңгірлердің бәрін анық түсіре алатын камералары бар екенін түсіндіреді. Бірақ егер қарсы жақта жау болса, соңында тек жазбалар мен құрал жабдықтар ғана қалады дейді. Профессордың айтуынша үңгір түбіне түскен адам тірі шықпайды. Денелері сол жерде қалып, сүйектері ешқашан табылмайды. Топ болса оның мақалаларына сүйеніп, бұл оқиғалардың шындығын дәлелдеуге болатынын айтады. Олар мұның бәрі адамдарды қорқыту үшін шығарылған аңыз ғана деп сенеді. Сондықтан қай үңгірге бару керек екенін сұрайды. Нелли олардың бәрі бірге болғандықтан аман қалатыны сенімді екенін айтады. Бірақ профессор қорқып тұр еді. Егер шындықты айтса, тағы қан төгілуіне себепкер болам деп ойлайды. Сол сәтте Оливия оның анасын танығанын түсінеді. Харрисон оның анасының осы жерден өткенін мойындайды. Ол әйелдің жоғалып кеткеніне өкінетінін айтады. Робин одан нақты бағытты сұрайды да, қайтып келгенде үңгірде ешқандай құбыжық жоқ екенін дәлелдейтін суреттер мен видеолар әкелетінін айтады. Профессор үндемей қалады. Сол кезде Оливия оған күнделіктерді көрсетеді. Онда салынған жол картасы бар еді. Ақыры жастардың табандылығынан кейін профессор келіседі. Ол бұл аймақтағы үңгір карталары нақты емес екенін және онда ондаған туннель барын түсіндіреді. Оның ойынша олардың бәрі бір-бірімен байланысқан. Сосын жолға шықпас бұрын ол оларға бір видео көрсетеді. Бұл видеоны үңгірдің бір кіреберісінен тауылған екен. Онда Оливияның атасы үңгір ішіне кірген жолын түсіріп отырған. Бір сәтте ол бір нәрсені байқап қалады да, әлгі белгісіз мақұл оған қатыгездікпен шабуыл жасайды. Видео дәл сол жерде аяқталады. Соңында Эйтон бәріне күмәнмен қарай береді. Оның ойынша бұл таңғаларлық нәрсе. Профессор Харрисонның басқалардың сенбеуін тоқтату үшін жасаған айласы ғана болуы мүмкін. Олар таспаны кері айналдырып, құбыжық көрінетін сәтте тоқтатады. Сол көрініс бәрін қатырып тастайды. Көпшілігі профессордың үңгірлерді шынымен бір мақұлық өмір сүреді деген сөзіне сене бастайды. Бірақ Эйтон, мұның бәрі ескі камерадағы кедергі ғана болуы мүмкін дейді. Алайда оның сөздері басқалардың ойындағы қорқынышты өшіре алмайды. Харрисон мұның ғасыр жаңалығы болуы мүмкін екенін айтады. Өз зерттеулеріне сүйеніп, ол тіршілік формалары метеориттер арқылы келуі мүмкін деп сенеді. Яғни әлгі жаратылыс басқа галактиканың бір нүктесінен осы жерге жеткен болуы ықтимал. Сонымен қатар, ол үңгірдегі құбыжықтың шығу тегі де бөтен ғаламшарлық болуы мүмкін дейді. Себебі үңгірлерге жақын маңда мыңдаған жыл бұрын құлаған метеориттің ізі бар екен. Эйтон бәрібір профессорды мазақ қылып, оның келімсектерге сенетінін бетіне бастады. Сол сәтте ашуға булыққан Харрисон оларға айғайлап жібереді. Кейін ол аяғындағы үлкен тырдықты көрсетеді. Аз ғана қалғанда ол оның өмірін алып кете жаздаған екен. Харрисон бала кезінде үңгірдің жанындағы орманда ойнап жүрген айтады. Бір күні ол бір нәрсенің еңбектеп келе жатқанын дыбысын естиді. Кенет аяққа ұқсас тікенекті нәрсе оның аяғына шабуыл жасайды. Абырой болғанда ол ағаштың көмегімен қашып құтылған, бірақ жаратылыстың нақты көлемін көрмеген. Сол күннен бері ол қорқынышты оқиғаның жауабын іздеп келеді. Барлық түсіндіруден кейін профессор ақыры үңгірдің кіреберісін көрсетеді. Келесі күні таң ата топ орманға кіріп, үңгір аузына жетеді. Олар бұл жердің көрінісіне таңғалады. Сапар басталмас бұрын бәрі жабдықтарын дайындайды. Ал Эшли суретке түсіп көңілді жүреді. Ол мүлде қорықпайтын. Бірнеше минуттан кейін топ абайлап үңгірге кіреді. Олар тар өткелдермен жүріп отырып, Оливияның атасы өмірдегі ең қорқынышты сәттерін түсірген жерге жетеді. Сол жерден Оливия анасының көйлегінің жыртылған бөліктерін табады. Бұл оның жүрегіне қатты қорқыныш ұялатады. Анасының қайғылы тағдырын ойлап кетеді. Қабырғалардағы жабысқақ затты Робин мен Нелли байқап, кейін зерттеу үшін үлгі алады. Биологияны жақсы білетін Робин бұл ағза суға бейім емес, гидрофобты полярсыз молекулалардан тұратынын айтады. Яғни бұл кәдімгі тіршілік формаларына мүлде ұқсамайды. Ол микроскоппен қарағанда үлгінің тірі организм екенін анықтайды. Сосын рюкзактағы органикалық заттарды алып тастайды. Осыдан кейін топ үңгірдің ішіне қарай жылжи береді. Бірақ Эшли тағы да контент түсіру үшін қалып қояды. Сол кезде ол жалғыз өзі тас сынақтарының жерге құлаған дыбысын естиді. Жоғары қараған сәтте қорқыныштан қатып қалады. Кенеттен оған мысыққа ұқсайтын бір мақұлық шабуыл жасап, үңгірдің тереңіне сүйреп кетеді. Бұл тіршілік иесі сүйек сақшысының бір бөлігі еді. Ол 8 аяққа ұқсайды, бірақ әлдеқайда жыртқыш болатын. Эшли жан даусымен айғайлайды, бірақ қалғандары оны естімейді, өйткені олар алыста еді. Оның үстіне құбыжық қызды толығымен жеп қояды. Бұл мақұлықтың құрбан денесімен жартылай бірегетін көрсетеді. Ал топтың қалған мүшелері демалу үшін тоқтайды. Олар екі дәлізді байқап, қайсысымен жүруді талқылайды. Уақыт үнемдеу үшін екіге бөлінуді шешеді. Олар Эшлиді сұрағанда, біреуі бұл жай ғана шытырманға беріліп кеткен болар дейді. Эйтон өзінің батылдығын көрсету үшін жалғыз өзі айналаны тексеруге кетеді. Жол бойында ол тағы
да жабысқақ іздерді байқайды. Шіріген еттің өткір иісі шығады. Біраздан кейін біреудің басынан кесілген шаш шоғын табады. Қорқынышты дәлел ретінде оны өзімен алып кетеді. Демалыс орнына қайтып келгенде бұрын байқамаған нәрсені көреді. Жерде адамшақ сүйегінің бөліктері жатыр екен. Ол айналасына қарағанда қабырғадағы қан іздерін және жабысқақ заттарды байқайды. Көрініс оны қатты шошытады. Сосын жерден ұялы телефонын тауып алады. Бір сәтке мұның бәрі әзіл шығар деп ойлайды, бірақ тастар арасынан шыққан дыбысты тексергенде кенет құбыжық пайда болады. Бұл жолы мақұлық адам басының пішін алған еді. Ол саусақтардың өлімге әкелетін қару секілді қолданады. Ал Робин мен Нелли жаңа органикалық іздерді тауып, қатты қорқа бастайды. Өйткені айналада шашылып жатқан адам сүйектерін көреді. Кенет үңгір қатты дірілдейді. Сол сәтте Неллидің артында үлкен тікенекті өсінді пайда болады. Қызық бір жағдайда Нелли оған таңырға қарап жақындай түседі. Қолымен ұстамақ болғанда әлгі нәрсе төбедегі тастардан секіріп түсіп, оны жарылап жібереді. Өлімнен қашып құтылу мүмкін емес еді. Робин не болып жатқанын түсінбей шарасыз күйге түседі. Ал басқа топ мүшелері бұрынғы адамдардан қалған құралдардың бөліктерін табады. Олар қорықса да алға жүруді жалғастырады. Бірақ олар достарының ауыр қауіпке тап болғанын білмейтін. Кенет капитанға сүйек сақшысының тағы бір бөлігі шабуыл жасайды. Туннелдерден шыққан тікенектегі өсінділер оны жан-жағынан қоршап аяусыз өлтірмек болады. Достары оның айғайын естіп тоқтап қалады. Олар бұл көмекке шақырған дауыс екенін түсінеді. Сосын бәрі басқа өткелге жүгіріп кетеді. Біраз жүрген соң ауыр жараланған Робинді тауып алады. Робин ауыр жарақат алады, бірақ бақытына қарай аман қашып құтылады. Олар тұрған залға қарағанда төбеде органикалық капсулаларды байқайды. Бұл дамып жатқан альфа ағзаның генетикалық ұясы секілді көрінеді. Топ шығатын жол іздеп жүріп, әлгі негізгі ағза орналасқан үлкен залға жетеді. Ол адамдар мен жануарлардың денелерінен құралған толығымен органикалық материалдардан жасалған қорқынышты ұя еді. Бұл жерде ежелден бері көптеген құрбандар болғаны анық көрінеді. Осы сәттен бастап бәрі құбыжықтың расында бар екені сенеді. Олар дәлел ретінде суретке түсіре бастайды. Кенет мақұлық пайда болып, төбеде бір түрлі қозғалып жүреді. Ол олардың шамдарынан шыққан жарықтан қорқатын сияқты еді. Оливия мұны байқап, егер құбыжық көрінсе, жарықты соған бағыттауды айтады. Олар басқа бағытпен шығатын жол іздеуді жалғастырады. Біраздан кейін Эшлидің аяғының бір бөлігін тауып алады. Қорқыныштан бәрі есеңгіреп қалады. Сол сәтте олар бір түрлі айғай естиді. Бірақ бұл сүйек сақшысының тағы бір бөлігі қозғалып жүргенін білмейтін еді. Әлгі мақұлық Эшлидің денесінің бір бөлігін әлі толық жеп бітірмеген болатын. Ақыры олар шығатын жолды тауып, үңгірден қиындықпен өрмелеп шығады. Эйтон бір сәт тоқтап, әлгі деформацияланған тіршілік иесін суретке түсіріп алады. Сыртқа шыққан соң түннің тыныштығы орнап келе жатқан байқайды. Олар үңгір сыртында қалдырған жабдықтарына жетуге тырысады. Достары әлсіреген Робиннің жанында қалады. Эйтон байланыс іздеп, ұялы телефон арқылы шұғыл көмек шақыруға тырысады. Бірақ нәтиже шықпаған соң Харрисонға қоңырау шалады. Ол профессорға үңгірлердің шынымен құбыжықтың үлкен ұясы екенін айтып, оның басынан ақ дұрыс болғанын мойындайды. Харрисон дәлел сұрайды. Себебі ол суреттерді полицияға жіберіп, құтқару операциясын бастау керек еді. Эйтон барлық фотоларды жібереді. Шатыр ішінде отырған кезде Оливия әлі де анасынан бір белгі табуға үміттенеді. Бірақ достары анасының әлдеқашан қаза тапқанын айтады. Бірнеше минуттан кейін Оливия шатырдың сыртында бір нәрсе қозғалып жүргенін байқайды. Сол сәтте құбыжық шатырға шабуыл жасайды. Ол пластикті жарып өтіп, Робинді ұстап алып, сүйреп әкетеді. Бұл жолы ол Робинді өлтіру үшін алып кеткен еді. Достары қорқынышпен жан-жаққа қашады. Бірі ағашқа соғылып құлап қалады. Дәл сол кезде Эйтон келіп, оны құтқарып үлгереді. Бірақ тыныштық ұзаққа созылмайды. Өкінішке қарай құбыжық Эйтонды да қайтадан үңгір ішіне сүйреп кетеді. Қалғандары қашып жатқанда ағаштардың арасынан ілініп тұрған үлкен органикалық түйіндерді көреді. Олар қашуға тырысады, бірақ кішкентай мақұлықтар Аннабельді ұстап алып сүйреп кетеді. Ал Оливия әлі де достарының біреуі тірі шығар деген үмітпен үңгірге қайта кіруді шешеді. Сол уақытта Эйтон құбыжықтың алдына қалады. Мақұлық еш ойланбастан олжасын жей бастайды. Дәл сол кезде Харрисон сарбаздар тобымен бірге үңгірге келеді. Олар стратегиялық нүктелерге жарылғыш заттар орнатады. Оливия үңгір ішінде жарықты пайдаланып, құбыжықты өзінен алыстатып жүреді. Ақыры ол үлкен ұя орналасқан залға жетеді. Бұл жерде құрбандардың қалдықтары мен сүйектері үйіліп жатқан еді. Сол жерден ол анасының мойын тізбегін тауып алады. Жылап тұрып анасының шынымен өлгеніне көз жетеді. Кенет құбыжықтың тектакльдері оған шабуыл жасап, денесін тартып әкетеді. Негізгі денесі оған жақындап қарап тұрады. Құбыжық оны өлтірмек болған сәтте бақытына қарай сарбаздар келіп жетеді. Олар оқты жаңбырша жаудырып, сүйек сақшысының органикалық денесінің бір бөлігін жояды. Бірақ негізгі дене қашып кетеді. Осыдан кейін құтқару операциясы жалғасады. Тірі қалғандардың бәрі сарбаздарға қарай шығады. Содан кейін жарылғыш заттар іске қосылып, үңгірдің көп бөлігі қирайды. Келесі көріністе Харрисон қорғаныс министрімен сөйлесіп отырады. Ол жаңа қаруланған экспедиция ұйымдастыруды сұрайды. Мақсаты осы бөтен ғаламшарлық құбыжықты толықтай жою. Министр бұл ұсыныстың қарастырылып
кейін шешім қабылданатынын айтады. Сол уақытта сарбаздардың шатырында қалған Мэтьюс есімді жауынгер Робиннің сөмкесінің қозғалып жатқанын байқайды. Ол сөмкені ашқанда кішкентай бір тіршілік иесін көреді. Бұл құбыжықтың ұрпағы сияқты еді. Оның қорқынышты әрі жыртқыш келбеті бәрін шошытады. Осылайша фильм аяқталады.